Ассалаумағалейкум, құрметті құлагер көрермендері, қалдарыңыз қалай? Біз Аллахқа шүкір, бәрі жақсы. Сіздер қалайсыздар? Шаруаларыңыз қалай? Мал-жандарыңыз аман ба? Қазір қорада тұрмын. Қазір осында қорада бір шаруалар бар. Мына жерде рулонды түсіру керек па төменге. Себебі міне арғымағымыз шөп жеп тұр. Шөбін көріп тұрсыздар, құрғақ. Біз ауа бұлтты, влажны, біздер жер су, влажны, в общем. Трасса таяқ болып жатыр таңертең. Негізінде мен рулонды босатып мұнда жинақ қойып жүрмін ғой. Мына жер құлап қалған ғой. Неге? Себебі жерге жаңбыр болмайды, бізде жаңбыр көп жауады, су болмау үшін ғой. Сол себептен осы рулонды құлата аламын да осы ішіне салып қоямын. Себебі құрғақ болып тұр үшін. Жаңбыр жауған кездерде сол кезде атқа беретіндей. Сол атқа мінбей жатырық, бұйыртса мінеміз. Бұйыртса сол атқа қолға алып міну керек бұйыртса. Бұйыртса ауылға қарай 15-16 көкпар болып қалуы мүмкін. Белгісі жастар бала. Барып қараймын, видеоға түсіріп тырысамын, видеоға түсіруге. Сол қазір мына рулон түсіремін. Де құлайын тұр ғой. Құлады. Болды. Құлатып алдық, Аллахқа шүкір. Құлайын тұр едік. Негізі арғай құлайын тұрған берменға тартып алдым вообще мен. Арғай құлап кетпесін, ар жағы уже. Шаруақтың ар жағы. Қазір шөпті шпагаттан аламын, босатамын шпагаттан. Жібінен дегенім ғой. Сосын барып несе мына жердегі сауан болып қалған шөптерді жинап тастаймын. Сауан шөпті алып тастаймын. Мына араласпасын деп. Мен мұнда прицепте жылқыдан шыққан боқтарды осында жинап жүрмін. Көрдіңіздер ма? Анда инстаграм видео шығарғам. Волқытты болсын, братан деп жатыр ғой. Жүрмін, көршім волкысы тасап кеткен. Уақытша аулада тұр. Мен сатып алған жоқпын. Қазір мына боқтың үстіне, жылқының боғының үстіне тұрып қалған, қалып қалған шөптерді алып салып тастаймын. Сосын бір рулонды босатамын шпагаттан. Так, бір жерге жинап қоямыз. Сосын мына жаққа лақтырамыз, прицепке кеткен. Так, жерге апара берейін. Сосын алып келейін барып. Ең астына алып қой шіріп кеткен ғой. Жөбімен бірге алып тұрған. Алғалы бері, ат алғалы бері 2 рулон бітіріп тұрық. 2 рулон. Нормально ол. Ол декабрь бітіп жатыр. Мен ноябрьде алдым. Қашан алдым? Ноябрьде алдық па? Қашан алдық? Ұмытып қалдық қой. 2 рулон нормально. Бұйыртса 2 аяқ келеді өзімдікі. Біреу менікі тұр сатылған. Есмол бауырым, ол мұнда үйде қорада батымса, онда үшеу болып келеді. Үшеу болып тұрады, бұйыртса мына қазір арғымақ тұрған жерде, сол жерде болады ол. Сосын арғымақ өзінің орнында болады ол. Бұйыртса қазір мұз қатып қалды. Сосын айдап келу қиындау. Бірақ ойлап тұрмын, күн жылайды деп ойлаймын. Бізде себебі күн жылып қалады, мұз жеріп кетеді қайтадан. Сол кезде айдап шығару керек. Еле сон жақтан қораға қамап, сол жақтан жететек белу керек.
бір-біріне құйрыққа байлап, ана жылда декабрьде сөйттік біз Қайрат екеуміз. Ақбақай бар, бәрін алып келдік, şimdi Алабайтал бар, сүрініп Алабайтал қырсығып жүрмей. Сөйтіп боламыз. Бұйыртса көреміз енді. Егер судан өткізіп жататын болса, үйге дейін айдап келеміз ғой. Олар бөліп жүр, екі саяқ бөлек жүр. Есбол бауырыма берген, сатып жүрген, ол бөлек жүр. Талғат деген күйеу бала бар, соның аты арғыман. Ол да ұстап алып мінейін деп жүр. Бұйыртса, соны бәрі осы декабрьдің ішінде бітіп тастау керек біз. Қазір күн жылы, сол тұман, бұлт. Не, сол себептен қазір мұз еріп жатқан сияқты. Енді мында шөп қалмауға тырысу керек біз. Алда сапарда кетіп қалған, бұл жерде ұрлан жатты. Ұрланда қалып қойған ғой. Су болып шіріп кеткен ғой. Так, болды. Бітіріп тастаймын. Оның бәрін көріп маңызды емес. Бұндай көріп тұрғанда рулонды шпагаттан босатып тастадым. Міне шпагаты мынандай. Бұрын ақ болатын еді, қазір жасыл. Пластмасса жасайды мынаны. Сол бұйыртса шпагатын жинақ қоямыз. Бұдан арқан жасаймыз біздер, аяқ жіп болсын. Ноқта жасауға, шылбырға өзім жасаймыз. Бұйыртса сол видео сіздерге қызық болса, сол істеу видеоға түсіруге болады. Комменттер жазып жүріңіздер. Шпагаттан арқанды қалай жасайды, көрсетіңіз деп. Бұйыртса көрсететін боламын. Мен өзім қалай жасайтынымды. Қазір мына шөпті босатып, бағана айтқан жерге кіргізіп тастаймыз. Себебі жаңбыр тимеу үшін. Суланбау үшін. Так, бұйыртса кеттік ал. Міне салып бітірдік. Ішіне кіріп жібердім. Міне ұрлон ескі сиятындай қалдырып қойдым. Осы жерде босата берем. Қалғанын босатып салып жібердім. Арыма шөп жеп жатыр. Сол міне осы бүгінгі шаруа осы ұрлонды кіргізіп керек болды. Ұрлон жерде бітіп қалғасын. Жем де бітіп қалыпты. Қазір соғыра жем алуға барам. Жем екі жерде сатады бізде. Мен білетінім онда барып. Бұл жерде Нұржан деген бар. Безименді братан. Содан барып аламыз. Кей кезде неден Атырау жартың қасында бар. Нұржаннан алған преимущество ол қазір күн ерте батады ғой. Магазин ерте жауып кететін жақта жемді. Нұржан любой уақытта бар звондауға, бірақ түнде емес. Алып кетесің. Мысалы адамдар жұмыста шыққан кезде ана жақта жем жауып тастайды. Сол кезде Нұржаннан келіп алу оңай. Үйге кетіп жатқан кезде жем алып кете қоясың. Телефон номер бар, звондай қоясың да. Кассовара бар алып кетем. Жем бітіп қалыпты. Ауыр жем бітіп қалыпты, отырып бар. Тағы да отырып алу керек, сосын сұлы алу керек. Бұйыртса, алыстамаңыздар, лайк бас, комментарияда қолдап отырыңыздар. Бұйыртса, қазір жемге баратын боламыз соңыра. Так, өшім басып жатырмыз, қазір жемге барған жоқпыз. Өшім мына жақта бір қуаныш деген бауырым звондап. Соны жылқысын жақта өткізіп тұрып. Арқа жаққа шығару керек. Мұз қатып жатыр жайлап. Мұз қатпай қалған майынан өткіземін деп жатырмыз. Мына судың ары бетінде барамыз. Мотоциклім өтпей жатыр өзі. Бір адам айдатқызып жатыр дегенім ғой. Мен айналып барайын деп жатырмын. Бұйыртса барам бұйыртса. Енді келдім. Сұлтын айда біріміз.
жерде өтпеді. Жылқыр аннигатор. Қуаныштың өзі аннигатор. Мына жерде ашық екен мына жер. Анша мұз итер жүрдім. Мына мұз ойып итер жүрдім ағынмен. Міне, осы жерде өтеді қазір. Тайыз мынау. Бұл жерде жылқылар жүр бір. Так. ПМК, Рамонбан. Всяка осы өткіземін еще. Все, айдап баттым. Несі бірден өтіп кетті. Потому что ашық қану. Мұзды итеріп тұрған, аға бойында мұзда тұр ғой. Все өтті, машаллах. Қазір өтке барып жақтың. Арқада өтсеміз енді. Жерінде өкене. Машина негізін бір жерінде жоқ. Судан шығарып алдық. Мен айдап батырмыз арқадан өтіп жүргенмін. Бұйыртса жара өтіп жүреміз. Айнап келгенше шығып кетіп батырмын өздер. Мұзға жақындап қалдық. Өткіземіз. Ая! Екі жағы ашық су майын. Жоқ, нормально. Мұндай қатты емес. Ya ол да бірдей ғой. Ана жақта бар ана не қасында. Тайыз. Ана машинаны өтіп жүрген баяғыда. Өтіп жатыр ма? Ал өтіңдер ал. Негізін былай өтісуді апасын негізінде. Апасын дегенде қолын түсіп қалуға деген осы уақыт. Бірақ біз көбіресі жабы үйреніп қалған ғой. Соны жетім тереңдік мынандай. Ойлайды айыз ба неге жауып бірақ енді қарны тиеді деген. Күн батайын жатыр. Жем келмейтін сияқтымыз. Міне жем алып жатырмыз. Екі отырып, екі ауыр жем. Номер осында келіп алып алады. Сәка домой. Міне келдік үйге. Жемді алып келдік. Екі отырып пен екі ауыр жем алдық. Осы үйге жинап қоямын. Бұрыннан көрерменде біледі. Осы жерде тұратын. Мына жасылға отырып отырып қоямын. Соңыраға жем беретін боламыз. 1-2 сағаттан кейін. Күн жаңа ғана батып жатыр. Су беріп, су бергеннен жем береміз, шөп береміз. Әзірге 2 атқа осы жеткілікті. Бір сағат келгенде тағы да жем алатын боламыз. Жем біткен сайын жақынмын жерде. Көрші ауылда сатады, соны барып білеміз. Тиктокта, Инстаграмда сұрайды, видео қашан шығады деп. Сол видео берсе шығады, өзі көріп отырсыз ғой шыққан. Лайк бас, комментарияды қолдап отырыңыздар. Комментария толтырып жазыңыздар, видеоны бөлсеңіздер, осы құлагер YouTube арнасы дамыған қалайтын болсаңыздар, достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлсеңіздер, мал асырайтын. Лайк басып, комментарияны аямаңыздар. Сұрақтар болса комментарияны сұраңыздар. Баршаңызға амандық тілеймін. Ассаламу алейкум.